Жалпы сазгерлер қалай ақша табады? Маған Мейрамбек аға звондап жатыр деп айтайын десең, Жолдасыңызбен бір сұхбатты ғана оқыдым. Өмірімде қайғы мен қуанышта қатар жүретін ұқтырды. Жылап аламда репетицияға барамын, өлең айтуға Наргенже. Сол кісі концерт беріп, сол концертінде өзі басқаша аранжировка жасап, Еркін Нұржанов екеуі орындапты да. Мен ол кісіге қатты ренжідім. Сонда қалай бұл авторлық құқық деген қайда, мәдениеттілік деген қайда? Майра Ілиясова апамыз, мен сені ешқандай концерттерге мен қатыстырмаймын деймін, бірдеңе деп. Бәрі дайын асқа тыққасық. Кейде адамдардың жолы бірге басталады да, бір сәтте үзіліп кетуі мүмкін. Жалпы ондай шешімдерді қабылдауға не түрткі болды? Көп нәрсе, бірақ нәрсе түрткі болды деп айтпайды. Көп нәрсе ғой. Энергиясын арнап, өнерін арнап жүрген адамға енді жағдай жасаған шығар жергілікті билік. Енді бір бөлмелі үйім бар. Қазір шүкір сол жерде тұрып жатырмын 3 қызыммен. Адамдардың бәрі жалғыз іштей. Өмірге жалғыз келесің, жалғыз кетесің. Біреу ренжіткен соң, соған арнап ән жазып жіберемін деген кезің болды ма? Сондай ыза, кек, намыс, ашу, сондай болу керек ана. Ал егерде толмай қалса, кредит алуға тура келеді десең. Армысыз ағайын, бүгін міне YouTube арнасына шығып отырмыз. Бізді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Бұл арнада сіздер өз саласының майталмандары, олардың өмір жолы, ұстанымдары және қызығушылықтары туралы білетін боласыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі сазгер, әнші Гүлнұр Нұрасылова. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Шынаргүл. Алға қойған мақсатың орындалсын. Енді осы YouTube арнасына жол тарттым деп жатырсың ғой. Болашақта осы арнаң бүкіл қазаққа берері бар, нағыз мықты YouTube канал болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Ал Гүлнұр ханым, мен сізді 2014 жылдан білемін. Ол кезде мен сізбен сұхбаттасқан болатынмын, маған сол кезде қол жетпесім деген әніңіз қатты ұнап, сол кезде хит болып жатты ғой деймін. Өзім де сол әнді жақсы көріп, содан кейін сұхбаттасқан болатынмын. Жалпы шығармашылық жолыңыз қалай басталды, қайдан басталды? Өзіңіз осы туралы толығырақ айтып берсеңіз. Шығармашылық деген ол кездейсоқ бітіп келе салатын дүние емес екенін енді түсініп жатырмын. Ол шығармашылық анау Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылындағы Қара шаңырақтан басталған. Ол жерде әкем, анам, бауырларым, бәрі сондай керемет заманда басталған. Балалық шақ. Үйде 8 ағайындымыз, соның 6-ауымыз осы шығармашылық деп айтсам болады, өнерге кішкене жақындау. 77-ші жылғы ағам баян ойнайды, 74-ші жылғы әпкем қобыз ойнайды, 81-ші жылғы ағам баян домбыра ойнайды. Содан 84-ші жылғы ағам мынандай тұяқ ұстайды. 79-ші жылғы әпкем жаңағындай шылдырмақ, мен де мамам қасында тұрып ән айтатын, ортамыздағы керемет дауысты әншіміз анамыз болып, Нұрасыловтар ансамблі деп ауыл-ауылдар аралап концерт қойдық. Папамыз бізді күнде қыстың күні, өйткені жазда барлығы жұмыста болады, қыста кішкене адамдардың қолы босайтын уақытта өзі пештің түбіне жатып алып, дайындалыңдар деп күнде сабақтан шаршап келеміз, ойнап шаршап келеміз, соған қарамастан дайындалдырып сөйтіп қоятын. Содан бастап қазақ әндері құлағыма сіңген. Анам қандай ән айтса, сөзін жазған мына кісі, ән жазған мына кісі деп әрбір әнді өтте сондай керемет құлшыныспен орындап, соны осындай композитор жазды деген сияқты, осындай ақын шығар деген сияқты бізге соны насихаттап отыратын. Әкенің қанымен, ананың сүтімен, бауырлардың сондай өнерге деген құлшынысымен осылай өнерге аяқ бастым. Одан Қорқыт Атасындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің музыка факультетіне оқуға түсіп, сол жерде бітірдім. Одан кейін 2005 жылы Нартай Бекежан театрында алғаш өнер жолым сол актриса болып бастадым. Ол жерде Құсен Әмір Темір деген ағамыз мықты менен
мықты актриса шығады деп 2 жыл дайындап, ана қосымша андай массовка дейді ғой, сондай рөлдерге қатыстырып, 3 жыл, иә, 3 жыл дегенде кәдімгідей рөлдер беріп, ең өзіме қатты ұнайтын рөл Сайда Ахмат деген драматургтың Келіндер көтерілісі деген спектакльде Нигораны ойнағам. Енді Қызылордаға ара тұра барып тұрам ғой, сол кезде мен танитындар, сен ойнаған кезде сол спектакль өте күшті болатын, аншлаг болатын театр деп. Сол енді ол жерде басқа да мықты актерлар ойнады ғой. Сол мен 22, 23, 21, 22 ма, сол жаста өте жаспын, және шпагатқа отырам, ана жерде мындай спортсмен қыз болады ғой. Сондай барынша көрсетуге тырысып, соны қызықтайын екен әйтеуір. Солай басталды өнер жолым. Содан кейін арман қылып Алматыға келдік. Алматыға келгенде мені Баянмен ән айтатынымды көріп, осындай Талдықорғанда Талдықорған әуендері деген ансамбль ашылайын деп жатыр. Оған Баянмен айтатын әнші қыз керек деп. Мен сол шақыртумен 2011 жылы Талдықорғанға келдім да, осы Талдықорғанда жайма шуақ жандары ұнады, табиғаты керемет. Содан осы Талдықорғанда өнерімді жалғастырып жатырмын. Келесі сұрақ осы туралы болған, Жетісуға неге келдің деп бір қызық естілуі мүмкін, бірақ қарасам өмір жолыңа Қызылорда туылған, Қызылорданың қызысың, сырдың елінде, жырдың елінде туылған, сонда өскен қызсың да. Енді Жетісуда қалай келді екен деген маған шын қызық болды осы өмірбаянын зерттеп отырған кезде. Неге Жетісуға таңдадың, және 2011-ден бері қарай енді біраз уақыт қой бұл. Не ұстайды бұл жерде саған? Не ұнайды? Сол ғой енді жаңағы сол заманда менің енді қатарластарым 2011 жылы келген кезде маған көп тиісті. Бірге жұмыс істеген, енді қазір өте сыйлас дос болып кеттік. Енді қалжыңдап тиіскен шығар мүмкін, мен өзім әке-шешем алыста болғаннан кейін соны сағынып көңіліме алдым екен, білмеймін ғой. Сол кезде кәдімгідей маған әсер ететін. Не Қызылордада осындай өнер орталықтары жоқ па? Қызылорданың қызы неге бір жақта жүрсің деген сияқты. Сосын мен өзім ойыма қалай келген білмеймін. Мен қазақтың қызымын, Қазақстанның азаматымын. Қазақстанның қай жері ұнайды маған, мен сол жерде өмір сүрем. Сол жерде еңбек етем. Мүмкін маған кейін басқа жер ұнап, сол жаққа кетуім мүмкін деп солай айттым да. Мен қай жерде өмір сүретімді өзім білемін деп ше, кішкентаймын ғой, кішкентайым демей ақ қойшы, енді осыдан біраз жыл бұрын. Сол кейін ойлаймын, сол сөзді қалай тауып айтқам деп. Былайынша енді бұл Талдықорғанның несімен ұстайды дегенде, сол келген жылдан бастап, 2011 жылы келген жылдан бастап осы жақта шығармашылық адамдармен, шығармашылық адам деген тек әнші ғана емес қой. Шығармашылық адам деген ол ақын, журналист, актрисалар, актерлар, тағыса көп қой, жаңағы суретшілер деген сияқты. Сондай шығармашылық ортаға топ ете қалдым да, содан ол кісілердің маған деген ықыласы, жаңағы шығармашылық байланысымыз бәрі керемет болғаннан кейін бір туысқаным сияқты ол кісілердің бәрін мен өзімнің біреу ағам, біреу әпкем, біреу інім, біреу сіңілім сияқты ол кісілермен емін еркін араласып сөйлесе алғаннан кейін Жетісудың қызы деп мені қабылдағаннан кейін мен осы жақтан кете алмай қалдым десем болады. Енді сенің әндеріңді атақты әншілер орындайды, иә? Мейрамбек ағамыз бар, Роза Әлқожа, Мадина Сәдуақасова деген сияқты. Ол әндерді өзің сатасың ба, гонорарын төлеп ала ма? Қалай? Жалпы сазгерлер қалай ақша табады? Басқа сазгерлерді білмеймін қалай табатын. Мен енді өзім әнді шығарғаннан кейін, ол әнді өзім видеоға түсірем, өзім шамам жеткенше қойып қоямын да, сол видеоға қарап отырып, ол әнімді өзім орындап, оны әлеуметтік желіге салам. Көп әншілер маған солай хабарласады. Мына әніңізді басқа бір әнші орындап жүрген жоқ па? Осы әніңізді айтайын деп. Енді бір мысал ғана келтірейін, әлде екеу-үшеу десе. Айтайық, бүгін айтатын күнің. Сонымен ең алғаш мен сол Facebook желісінде 2013 жылы қатты дамып тұрды ғой. Енді басталып келе жатты Facebook.
сол кезде қол жетпесім деген әнді гитарамен орындап әлеуметтік желіге салдым. О, содан кетті тарап. Бейсен Құранбек көкем қазақтың қызы, сырдың сұлуы, жетісудың жұлдызы деп ана нені бөлісіпті менің видеомда. Содан кейін ол бір жыл айналды ма білмеймін, әйтеуір 2014 жылдың аяғында ол видео барат-баратта Мейрамбек ағаның қолына түседі, сол көреді енді аға. Иә, содан өзі шығып маған Гүлнұр қалыңғалай, енді дауысы күшті ғой, мен көшеде базардан енді әйтеуір бірдеңе керек қой, әйтеуір базардан келе жатқан білем, қолымда пакет бар, өзім ғанамын көшедегі бір қоңырау, бөтен номер. Алло десем, алло Гүлнұр, қарындасым қалыңғалай, мен Мейрамбек ағаң ғой деп бірден таныдым дауысын. Бүйтіп жан-жағыма қарай ешкім жоқ, маған Мейрамбек аға звондап жатыр деп айтайын десем, эмоциямды білдірейін десем, ешкім жоқ. Содан иә, ана әдемі әнің бар екен, қол жетпесім деген, соны мен орындасам деп, соны кәдімгі бір жұмсақ, сондай ән айтқанда жүрекпен айтады ғой, сондай болып жүрекпен сөйлеп тұрды ана кісі. Яға, сіз орындасаңыз мен қуанам ғой, яға деп содан телефонды өшіріп тегін дегенде енді ол кісінің орындағанның өзі сол кезде маған абырой. Одан кейін ол кісі жолынан жаңылатын кісі емес қой. Ол кісінің кейіннен маған бір әніме аранжировка жасауына несіне кәдімгідей көмегі тиді. Жақсы. Жалпы бас-аяқ қанша әнің бар? Бұрын бар санап жүретін, мынанша әнім бар деп енді қазір санамаймын. Жаңа не дейді, қазақта баланы санамайды дейді ғой. Сол сияқты. Ән өз балаң сияқты. Иә, ән санамаймын. Бір жобалап қоям, 100-ге жетіп қаптау, 100-ден асыптау деп. Ал енді жарыққа шығып, халықтың көңілінен орын алған енді бір 20-30 шақты ән бар шығар. Кәдімгі аранжировкасы жасалған, болмаса мен өзім гитараммен ғана орындаумен танылған, сондай бір 20-30-дан асатындай ән бар. Жалпы әннің әуенін, сазын жазу қалай туады өзі? Оны тудыру үшін жалпы нота білу міндетті ма? Тудыру үшін нота білу міндетті емес. Ол анау тылсымнан келетін нәрсе ғой. Мәселен, ақындар өлең жазса, ол да білмейді, отыра қалып жаза қалайын десе, жаза алмауы да мүмкін. Сол сияқты ол да сондай тылсымнан келеді. Және қайдан келеді деген кезде, мен басқа енді композиторлардың, ақындардың сұхбаттарын тыңдағанда ғашық болдым, ғашықтықтан, мұңайғаннан, табиғат әсер еткеннен мен ән жаздым, өлең жаздым деп айтады ғой. Мен өзімді сонша жыл зерттедім, маған қандай кезде ән шығады екен деп. Менде көңілді жүргенде, көңілденіп жүргенде ән шығады екен. Ол мейлі лирикалық ән болсын, ол патриоттық ән болсын, ана туралы, әке туралы, ол ешқандай несі жоқ. Тақырыпқа байланысты емес. Көңіл күйім көтеріңкі болу керек. Ол көңіл күй көтеріңкі деген ол деп күліп отыру емес, мұңаймаған сәт, жаңа бірдеңеге ренжімеген сәт, көңілің бір уақытта толып тұрған сәттер болады ғой. Мен енді 100-ге жуық ән жаздым десем, үнемі сөйтіп жадырап, жайнап жүретін адамның қатарына санаймын өзімді десең. Әрине. Өйткені көп айтады, үнемі күліп жүресіз, қалай күліп жүресіз дейді. Енді Құдайдың өзі солай жаратқан шығар. Мен общежитиеде жатқан кезде, студент кезімде охранник аға болатын. Маған сол кезде үнемі күліп жүресің, мөлдір көз деп маған. Көзің мөлдіреп күліп жүресің деп сөйтіп ат қойған. Сол кісі әлі есімде, бірақ ол кісінің атын да білмеймін. Андай кейіннен бәрі байқадым да, сен нем бүйтіп жымиып жүреді екенсінен, мен оны білмейді екен. Бірақ енді өмірдің неше түрлі жаңағы ағы қарасы бар деген сияқты адамды сәл-сәл сындырады ғой. Одан бөлек жасыңда келе жатыр. Өз-өзің зерттейсің, мен қандай адам, мен қай жерде қалай сөйлеймін, қай жерде қандай немен жүруім керек деген сияқты. Сондай. Жалпы мына анамның жаққан ошағы деген ән мен біраз танылдың, иә? Қателеспесем бір
шығармашылығының шырқау шыңы сияқты. Ол адамдардың анасына деген ыстық ықыласын білдіретін бір ностальгиялық ән сияқты. Ностальгия деп отырған ол жаңағы бір 80-90 жылдарда балалық шағы өткен, одан әрі, сол толқындағы тұрмыс бейнеленетін сияқты ма? Қазір бар ма сондай ошақтар деймін да? Бар. Мен ауылымда Қарашаңырақта бар ошақ. Далада кәдімгі ана жал пеш па ол айтып отырған? Сол кезге дейін болған, енді біз қазір оны ненің ішіне кіргіздік, жаңа пешқора дей ма, сондайдың ішінде. Ол ошақ деген ол далада тұратын ғана ошақ деп қабылдамау керек. Ошақ деген жаңа үйдің ішіндегі ошақ. Қыстың күні енді сол далада ғана от жақпайды ғой. Үйде де от жағады, қыстың күнінде де шеше тамақ пісіреді, қыстың күнінде де бауырсақ қорады деген сияқты. Ол ошақ дегенде бір ғана далада тұратын ошақты ғана елестетудің өзі артық сияқты. Ошақ қыста да жазда да жанған, қыста да жазда да бауырсақ жедік деген сияқты. Клипі бар, иә? Клипі бар, бірақ ол клип бұл әнді қатты аша алмаған сияқты әсер етеді маған. Бұл жерде бір... Ол жерде мен өзімнің жүзімді танытам ба деген мақсат болған. Бірақ ол мақсатым қатты орындалмаған сияқты, өйткені көп жерде... Кім түсірді? Ұмытып қалдым, бір Алматыда түсіргенбіз. Өйткені көп жерлерге барам, менен бұрын әнім танытырады, соны айтатынсыз ба деп, содан кейін бар айтады, сол енді. Сол үшін бет-бейнемді көбірек таныту керек екен деген ойға келіп жүрмін. Әрине, жеке бренд қой ол. Енді сіз анамның жаққан ошағы деген жеке шығармашылық концертін бергелі отыр екенсіз. Сәттілік тілеймін, әрине. Бұны қателеспесем 2023 жылы қойыпсыз. Дәл осындай концерт. Енді бұл концерттің ол концерттен айырмашылығы бар ма? Қандай несімен ерекшеленеді? Анамның жаққан ошағы деген концертті 2023 жылы Қызылордада қойдым. Ерекшелігі, мына ерекшелік деп айтпаймын, ерекшелігі өте көп, өте ауқымды және менің жүрегіме өте әсер ететіндей ерекшелік болып тұр. Ол кезде 2023 жылы Индира Елубаева деген әпкем, барша қазақ таниды деп ойлаймын. Сол кісі өзі ұйымдастырды. Мен тек ол кезде әнімді ғана айттым. Сыртқы ұйымдастыру, ішкі ұйымдастыру бәрін ұйымдастырды. Ол кезде тек сырттан келген әнші Ақбота Керімбекова болды. Қалған сол Қызылордадағы әншілер филармонияның және өзім. Құдай қаласа осы қараша 19-ындағы өтетін концерт ұйымдастырушылығының басым бөлігі өзімде тұр. Оған және келетін қонақтар Қазақстанның ең мықты әншілері, жұлдыздары, Мейрамбек Беспаевадан бастаған Сәкен Майғазиев, Саят Медеуов, Мадина Садуақасова, Индира Елубаева, Динара Кемелхан, Оңал Азаматова, өзіміздің осы жетісулық Бақытгүл Әбенова, Марта Төлепберген, Нұрбол Садуақас, Азамат Үмбетов және Қызылордадан менің жиен сіңіліммен күйеу балам келеді, Абылайхан Ақмоншақ деген. Осындай ерекшелігі осы. Және бұл жерде мен оркестрмен біршама әндер айтам. Сая Есенгелдинова, Әбілтай Есенгелдиев әнші аға әпкелерім қатысады, жүргізушілер енді мықты деп айтам. Өзім білмем, өлеңдері, шығармалары сондай қатты ұнайды. Айтбек Тұрсынбаймен Мөлдір Айтбай жүргізеді Құдай қаласа. Ерекшелігі сол, бұл концертті мен бір жыл бір ай бұрын деп айтсам да болады. Октябрь былтырғы жылдың қазан айынан бастағанбыз. Өзімнің жұмыс істейтін Дәнеш Рақышев атындағы филармониясының директорына Самат Жанғазұлына құлақ қағыс жасап, осындай Құдай қаласа келер жылы концерт беремін деп. Я, қолдаймыз деп, енді ол кісілер қолдайды ғой, енді өнердің адамдары ғой. Сөйтіп жүргенде күнде мамама келем. Мама, мынандай ән шықты, концертті осы әніммен бастаймын. Келесі күн келем. Мама, мына көйлекті былай қылып, мынандай қылып концертке осыны кием. Концертіме Сәкен аға келетін болды деп, бір күні осылай қуанып келем. Сөйтіп концертті жақсы дайындық үстінде жүрген барлығын балаларыма қарап қолдауын білдіріп отты. Өкініштісі сол
тамызда анамнан айырылып қалдым. Өте қатты қиын болды. Кешірім сұраймын. Бұл концертті бермеймін деп ойлағам. Ана ауылға барғанда 40-ын өткіздік. Сол кезде енді өзіміздің отбасылық тобымыз бар ғой. Сонда концертке мынандай Сакинаға келем деп уәдесін берді. Тағы мынандай дегенде естіп отты ғой, дайындық үстінде жүргенімді білетін. Үлкен аға әпкелерім. Содан 40-ын аман-есен өткізгеннен кейін сұрады. Не істейтін болдың концертіңді деп. Біраз аға әпкелеріммен келісіп қойыпсың. Неге қалай жасайсың білмеймін, кейінге қалдырам ба деп ойлағам. Сонымен папамның інісі, өзімнің аға әпкелерім, үлкендерім, сен осы өнерде жүрсің, басқа сала емес, сен өнер адамысың. Концерт бермесең де бәрі жұмыс жасайсың, бәрібір сахнада жүресің. Бір жағынан концертіңді берсең, кішкене өзіңде сол қайғыдан шығуыңа кішкене жеңілірек болар ма екен. Күнде жатып ал, үйде жатпа деді маған. Үйде жатпа. Жұмысыңа бар, әніңді айт. Олар мені біледі да, енді көп мамам мен қасымда болды. Мамамның өте ерке қызы болды. Мені бар жағынан қолдады. Сөйтіп сол кісілердің батасын алып, рұқсатын алып, сол бір жыл бойы іштей дайындалған, жоспарлаған концертімді, міне Құдай қаласа 19 қарашада берейін деп отырмыз. Көп жыламауға тырысам, кәдімгідей жыласам, осы соңғы бір аптада осы көп жылап кеттім да. Өйткені концерт беру оңай емес, бірдеңесі дұрыс болып жатса, тағы бірдеңесі дұрыс болмай қалады. Сөйтіп жылап аламын да, репетицияға барам да, өлең айтуға. Тамағым кішкене қырылдап сөйтіп қалады. Жаңа әншілер біледі ғой, бүкіл дауыстың барлығы әсер ететін. Сонымен барынша жыламауға тырысып, өзіме күш беріп, солай жасап жүрмін. Құдай жылатпасын. Ауылдағы сол жаңағы аға әпкелерім барша қолдап отқан, жан-жақтағы ағайын туған, дос, жаран барлығы, анаңның да рухы сенің концерт бергеніңді қалар еді, ол өлгенмен бәрібір рух тірі ғой мәңгі деп. Аяқ астынан кеттің ғой? Аяқ астынан ондай енді қатты бетіп жатып қалған, ондай ауру жоқ еді. Жаңағы сахар, давление, қазір үлкен кісілердің көбінде бар аурулар ғой. Давлениесімен сол жаңағы ондай кеудесін қысып, одышка деймі, сонысы жақында ғана пайда болыпты. Соны көтере алмай қалды. Бірақ неше келді ол кісі? 76-ға келді. Бірақ ол кісінің үнемі тілегі қор қылмай алла, бала шағам алдында кетейін деген сондай тілектер болатын да. Әрбір жаңағы тілегі барлығы сол бала шағасының күндегі отырғандағы тілегі сол. Біз болдық қой. Байқайтынбыз, 2014-те сенмен сұхбаттасар алдында әлеуметтік желіде үнемі сенмен бірге шығып, сен қайда жүрсең сонда жүруші еді ғой анаң? Иә, солай. Сен жалпы шығармашылық өсуіңе, тұлға болып қалыптасуыңа өте үлкен рөлді осы анаң атқарды деп ойлаймын. Солай. Мен жұмыс істеймін деп кіргетем, содан түш шешең жұмыс істеп жатыр деп маған кейде тоқтап қаламын, ғана айтып отырам, бір жерге дауыс жазу керек болады, диктофонға жазам. Қазір шуламай кішкене тұра тұрыңдар, мен дауыс жазып алайын, сосын жұмыс жасап алайын, сосын шығам деп. Сол кезде ән айтып отырам, тоқтап қаламын ғой. Тыныш, шешең жұмыс істеп жатыр, тыныш деп солардың бәріне қарайласып, мен жұмыста емін-еркін жүруіме, осы қасымда болған кезде шетелге де бардық, бүкіл Қазақстан жан-жақтарында жүрміз. Сол кезде көп қолдауын білдіріп, балаларыма қарап, солай жасаған. Енді Алланың ісіне ешқандай ештеңе дей алмаймыз. Қатты қиын болды. Халықтың, елдің жаңағы біз сені жылатуға келген жоқпыз, жұбатуға келдік деген
көңілдерінің барлығы демеу болып, енді осылай болып қайтадан әнімді айтуыма септігін тигізіп жатыр. Жақсы. Ал жалпы концерттің қалай болып жатыр? Дайындық қалай болып жатыр? Байқауымша, әлеуметтік желіде қобалжу бар сияқты, өзіңнен байқағаным, стористеріңнен шығасың ғой енді. Иә. Кім қолдамай жатыр сені? Кім қолдап жатыр, сол туралы айтсаң? Енді анам жаққан ошағы дедік қой, мен өзім сол әнді орындап тұрғанда, тойларда немесе концертте болсын, құдалықтарда болсын, мен тиктокта береміз ғой, тікелей эфирге шығып, сол кездерде әйтеуір бір адам жылап отыратын да, көңілдері босайтын екен, мүмкін аналарын сағынады. Біреу айтады, мамам ана бөлмеде жатыр, мен мына жақта ана әнді естіп тыңдап жылап отырмын деп ше, мүмкін білмеймін ғой, енді әркімнің ішкі жан күйі әртүрлі. Сөйтіп көңіл айтып, қаншама қазақ маған көңіл айтты ғой. Тағы бір комментарийді оқып қалдым. Гүлнұр енді анамның жаққан ошағын қалай айтар екен деген сондай бір нені оқып қалдым да, маған өзіме де солай айтты. Содан мен ол кезде ән айту түгіл, ән не деген білмеймін, өз-өзіме не қылып жүргем. Анам қайтқаннан кейін Бақытқалибек деген інім, әпке, ішіңіздегі шеріңізді шығаруға септігін тигізсе деп маған кірісінші жұмақ қанам деген өлең жіберіпті. Содан сол 40 өткеннен кейін ана өлеңді қайта-қайта оқып, сол 3-4 күннің шамасында ән шықты да, ән болғанда да, ән деп айтуға да келмейтін шығар, бір зар, мұң, жоқтауға жақын, өзімнің парақшамда бар. Сол әнді айтқанда ағыл-тегіл жылап, ішкі жаңағы анама деген сағынышымды, анама деген ризашылығымды бәрін сол немен шығарып алдым да. Одан келесі күні бір тойға шақырды. Алдын ала келісіп қойған той ғой, соған барып, жыламай да, ештеңе қылмай, сол анам жаққан ошағын айтып шықтым. Bir жағынан анамның жаққан ошағы деген ән менің осы ән өнеріндегі менің паспортым. Елдер мені осы әнім үшін қуанышына шақырады. Осы әнді өз орындауымда тыңдағанды ұнатады. Солай анам жаққан ошағын жыламайтындай халге жетіп қалдым, өйткені анамды жылап тұрып еске алатын кірісінші жұмақ қанам деген өзімнен. Оны өзімнен басқа ешкім айта алмайды деп ойлаймын. Ән жаздым, интернетке салдым. Бұйырса концертте орындалады? Жоқ. Ол жерде орындамаймын, ол әнді жылаймын. Сонда жыламадыңыз ол десең. Жалпы бар ғой, алдында байқадым сторисіңнен. 2015-те алғаш концертіңді берген кезде Бейсен Құранбек ағамыз марқұм қолдау білдіріпті, бәрін сол кісі ұйымдастырып, соны бір айтып қалып едім. Ол кісі көп адамға сондай шарапат деген, саған да тиген болу керек. Сол кісі туралы бір естелігіңізді. Енді ол кезде сондай керемет, қуанып отырып еске алатын сәт. 2000 жаңа айттым ғой, өзі бөліскен деп жаңағы қазақтың қызы, сырдың сұлу, жетісудың жұлдызы деп бөліскеннен кейін солай бір концертте таныс қалдық. Содан сөйтіп, концерт берейін деп жатыр екенсің деп естіп қалды. Ол енді сондай өзім іштей дайындалып жүргем. Аға, оны қалай берейін, жұмысқа кел деді, сосын ақылдасайық деді. Сосын барып едім, оны қалай берейін деп жатсың, білмеймін аға, осындай әндерім бар, осындай деп. Жоқ, олай жасамайық, басқаша ғып жасайық деп. Ол кезде Ерлан Жүністе осындай еді. Содан оған кәдімгі өлеңдетіп тұрып, сценарийін жазғызып, ана жерде керемет болды. Концертті әлі күнге дейін бар, Жетісу арнасы оны түсірді. Мен ештеңеге араласқан жоқпын, дәл жаңағы Қызылордада берген концерттегідей. Тек әнімді айттым, әдемі көйлегімді кидім, боянып, халықтың алдына әдемі болып жарқырап шықтым. Сол кезде енді маған деген сондай қолдауының несі екен, әлі күнге дейін көз алдымда сақталып қалған Бейсен көкенің сол кездегі бейнесі. Қолын осылай ұстап отыр, тақымын қысып отыр дей ма, қалай өстіп отырған сәті көз алдымнан кетпейді, бүйтіп ән айтып отырып қарап қалған кезде. Ол концертте өте керемет болды. Анам отырды жарқырап,
керемет сәт қой. Ең алғаш концертім сол «Қыз назы» деген атпен бергем. Осы Талдықорғанда Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет үйінде. Тамаша. Сізді Жетісу көп қолдаған сияқты. Иә. Жетісуға келіп біраз шығармашылық концерт, шығармашылығыңыз өскен, иә. Ал енді мына анамның жаққан ошағы негізі осы әлеуметтік желіде, жалпы интернет желісінде жолдасыңызбен бірге айтқаннан кейін танымал болған сияқты. Әлде қателесем ба? Қалай айтса да, әйтеуір ол әнді мен орындадым ғой. Сол кезде көбінде фото-видеолар көп салдық. Сол кісілермен екеуіңіз орындаған варианты көп екен да? Ол варианттар көп, ол нұсқалар. Қазір енді ол әнді кім айтпай жатыр? Қазір тойға барса, енді мынандай қызықтар болды. Бір құдалықтарға барған, анам ауыл жақта, сөйтсе Қызылордада ғой, Қызылорданың төңірегінде. Бір балалар ана әнді айтып жатыр екен да, енді мамам отырған білмей танымайды ғой, көп әжелердің арасынан. Содан мама балаларға өзінің ілтипатын білдіріп, ақша беріп, мына әнді жазған менің қызым Гүлнұр Нұрасыл деген, Нұрасыл деп айтпайды, Гүлнұр деген. Сосын Гүлнұр Нұрасыл ма деп балалар сөйткен. Сіздің аталарының несін мүлдем айтпайды. Менің қызым Гүлнұр деп. Содан сөйтіп бердім. Сосын оя деп сен танып жатыр. Сосын мақтандым, мен сияқты қара кемпірге арнаған деп сөйтіп күліп бір күн айтып келген бар. Енді кім айтпады, біраз әншілер айтты. Енді кішкене бұл осы ән туралы бастадың ғой. Мен енді кішкене қиындау сәттерім өтті осы 3-4 жылдың көлемінде басымнан. Аяғым ауыр болып декретте отырған сәтте көп видеоға да шыққан жоқпын, концертке де шыққан жоқ, жұмысқа да шыққан жоқпын. 22-нің ортасы ғой деймін, Наргенже, танисыз ғой? Сол кісі концерт беріп, сол концертінде өзі басқаша аранжировка жасап, Еркін Нұржанов екеуі орындапты да. Сонда мен ол кісіге қатты ренжідім. Мен бармын ғой, мен тірімін ғой, мені таниды бұлайынша. Сөйтіп жаңағы өзім білем дегенге салдым екен, білмем. Сөйтіп орындаптым. Маған мені жақсы өнерімді құрметтейтін бір кісілер сол кісінің историясынан қорқып қалып айтты, әнді ана кісілерге беріп беріңіз. Жүрегім зор ете қалды. Сонда қалай бұл авторлық құқық деген қайда, мәдениеттілік деген қайда, адамнан бір ауыз сұрау ескерту деген қайда деп шықтым, звондадым. Мен сені сіңілім екен деп жүрсем дейді. Сіңілім екен деп мен солай жасадым деймі. Бірдеңе деді, мен ана қазақбайшылыққа салып десе. Білмеймін енді. Өзімсің өдеді ғой, примерно. Иә, сосын мен айттым, бұл мен жеп отқан наным, менің паспортым. Сен енді паспортымды біреуге бере алмайсың, өнердегі паспортым ғой енді ол. Мені сол ән танытты ғой. Менде қаншама ән бар, бірақ мен танытқан сол ән ғой. Менен толық жаңағы Роза Рымбаева сияқты болмаса басқа әншілер сияқты мен бүкіл Қазақстанға танымал болып үлгерген жоқпын. Менің өзімнің бір аудиториям бар, мені шамалы ғана қазақ таниды. Бірақ әнім бүкіл Қазақстанға танылып жатқан шығар. Енді бет-бейнемді көп халық білмейді әлі. Сонымен сөйтіп кішкене ренжіп. Көріп алыңдар ютубта. Түрім осындай дегенші. Мен осындаймын деп. Содан білен қатты ренжіп, өзім аяғым ауыр. Жылап ән жерде енді не істейтін білмейтін андай шара, сондай күйге түсіп қалдым ше. Реніш деңгейіне дейін жеттік. Содан кейін ол кісі мен бүкіл жерден блоктап тастапты. Бір концертке орындадым, бір концертке орындадым деген әңгіме жоқ қой. Ол жерде қаншама мың адам келді, ол концертте Шымкентте берген. Одан кейін оны қой, жарайды болды, енді айтпайтын болып келісіп сөйтсек. Еркін Нұржан қарындасымен бір күні интернетте жүр, сол әнді анам жаққан ошағын айтып, мына кісілердің бәрінен ешкіммен басым кеткен жоқ па, мына кісілер деп жекесіне шықтым, қарындасын тез ана әнді өшіре қойыңыз, болмаса басқаша сөйлесеміз. Уже мен мына жеріме келді да.
ол ма деп тағы айтайын ба, тоқтатайын ба осы жерде? Айта беріңіз. Жоқ, жалпы өнерде авторлық құқықты сақтау, өнерді бағалау деген нәрсені мен өз басымда да өте айтылу керек дүние деп бағалаймын да, бұны ше. Айтылу керек негізінде. Тағы біреуін айтайын айт деп тұрсың ғой, енді соны түсініп тұр. Соған енді не деп айтуға болады білмеймін. Бір актер мен актриса қыз бар, олар да отырып алып, жаңа гитара домбырамен айтады, анам жаққан ошағын ше. Енді жанды дауыспен біраз әншілер айтты, баянмен айтты, домбырамен айтты, гитарамен айтты. Бір өзі отырып, пештің түбінде айтты. Көп енді ютубтан анам жаққан ошағы деп іздесеңіздер. Отырса айта беруге бола ма? Жоқ, мен өзім сөйтіп айтып айтам. Дұрыс қой, олай айту керек жанды дауыста. Енді бірақ енді андай үлкен сахнаға алып шығуға мен жүрмін ғой, бармын ғой, тірімін ғой. Шақырыңыз, барам, айтып берем. Мәселен, Нарген Жапкеде тура сол әнді сол концертінде шырқалған қаласа дайын тұр ғой, аранжировка да дайын тұр, дауыс та дайын тұр, барып орындап бере салуға мүмкіндік бар да. Ендігі қызық, сол жаңа Астанада бір актер мен актриса қыз анам жаққан ошағын айтады екен. Оны барып Қазақстан ұлттық арнасына дейін айтқан, жаңа гитара домбырамен. Мақұл дедік, ал жарайды, енді жанды дауыспен айтып жүр ғой, өздерінің шамаларын жеткенше деп. Кейбір әуендерін бұзып айтады енді, кейбір жерлерін. Өйткені мен ішімнен шыққаннан кейін мен білемін ғой, қай жерінен дұрыс айтпай тұр, қай жерінен мені әбден тыңдап қалған кісілер ана бүлдіріп айтып тұр, бұзып айтып тұр деп айтады да. Енді ол кісілердің бәрін қалай жауап бере беремін? Я деймін, қоя салам. Енді қызығын қараңыз. Майра Ілиясова апамыз Астанада бір ана туралы кеш берейін деп жатыр екен. Соған маған хабарласады. Гүлнұрсың ба? Иә. Сол әнді ана қыз бен жігіт айтып шықсын. Сол сахнада дейді, үлкен сахнада, кәдімгі съемка болады, ол жерде қаншама мың адам келеді. Сосын апай дедім, ол ән дайын тұр, аранжировкасы бәрі дайын тұр, шығайық, дайын тұрмыз ғой, неге мен қоспайсыз десем, жоқ, сол балалар, сол қыз бен сол жігіт айту керек. Мен ғой авторы, мен шығардым ғой, менің дайын тұрмын ғой, барлығы дайын тұр. Сол әнді шығарса, сол әнді сол қыз бен жігітке орындауға рұқсатын берсең, мен сені басқа концерттерге шығарам дейді. Апай, жоқ, рахмет дедім. Өйтіп мен ести алмаймын, менің қаншама еңбегім, оған қаншама қаржы салдым мен. Ол әнді мен өзімнің төлі құжатыма айналдырып жатырмын. Мен оны қалай берем? Жарайды, онда мен сені ешқандай концерттерге мен қатыстырмаймын деймін, бірдеңе деп әлі күнге дейін бар записи. Сол апам сөйдеп бір картопты жарды. Енді оған қалай деп түсінуге болады? Белден басу ма? Бір ән жарқ етіп шыға қалса, жан жақтан талап орындағысы кеп тұрады да. Неге әншілер ізденбейді? Неге төменнен іздемейді да? Бір мың, миллион композитор бар ғой Қазақстанда. Шық, бар ма, әндеріңізді көрсетіңізші маған. Менің өзіме шықсын, болмаса. Сізде қандай басқада жақсы шығатын ән бар, беріңізші, шығарайық деп, я? Сосын оған еңбектенсін ол. Талпынсын, сол анам жаққан ошағы сияқты деңгейге жеткізсін да. Содан кейін барып съемкаға шығамын. Оның аранжировкасын жасатсын. Аранжировка жасаудың өзі біраз қаржы тұрады. Бәрі дайын асқа тық қасық. Жаңа енді біреу кеп сен жейін деп отқан тамағыңды жеп қойған сияқты әсер қалдырады екен да. Енді бәрін айт дегесін, енді ішімдегін айтып отыр, мен ешкімге айтпаған едім. Бұларды халық өзі бағасын берер, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Мен де бала шағамды асырап отқан адаммын. Мен осы ән айтудан, ән шығарып, неден басқа филармонияда жұмыс істеймін. Одан басқа менің алып бара жатқан бизнесім жоқ. Сол той томалақ бала шағамды сонымен асырап отырмын. Интернетте сен туралы көп ақпарат жоқ. Көп сұхбат бермепсің жалпы. Неге десең? Жоқ, жетісу өзіңіздікіне бересің. Енді келе ма неге сұхбат сұрап? Кеше ғана Евразия. Подкасттар көп қой деген ғой, бермегенсің ба сондай? Енді қазіргі подкасттар жаңа өзінің жеке өмірін айту керек та. Менің жеке өмірім қызық па саған десең, сол сияқты сол кезде ғана шақырады. Әйтпесе кімнің басынан не өтіп, не кетпей жатыр.
мен ол туралы жеке өмірім туралы көп айтқым келмейді. Мен сондай өнерге берілгенмін. Гүлнұр деген кезде ән бар, ән болған кезде Гүлнұр бар деп өзімді солай жұбатып қоям. Енді халық деген Құдайдың бір аты деп айтады ғой атам қазақ. Солай айтсақ, бұл өнер халықтікі. Енді халықты Құдайға теңеп тұрмыз ғой. Өнер халықтікі. Мен сол Құдайдан келген өнерді әдемілеп, әсемдеп, жүрегімнен өткізіп, ол кісілердің халықтың жүрегіне жететіндей қылып жеткізуім керек. Мен осы өмірге келген миссиям сол сияқты. Сол арқылы ойбай мен халық үшін қырып жұмыс істеп жатырмын, халық үшін ән жазып жатырмын, халық үшін бүйтіп жатырмын деп айтпай ақ қояйын. Сол Құдайдың берген несібесін сол халықтың арқасында, халықтың алдында әнімді айтып тауып жүрмін. Жеке өмірің туралы айтпайсың? Жеке өмір деген жеке өмір ғой. Енді өзі айтылып тұр ғой, жеке өмір деп. Оны жеке өмір деп, онда халықтың өмірі деп айтайын. Жеке өмір деген жеке өмір ғой. Мен жаңа интернетте сен туралы ақпарат таппадым, бірақ айтайын дегенім жаңа жолдасыңызбен бір сұхбатты ғана оқыдым бір сайттан. Қарасам әдемі, сондай алғашқы үйленген кездеріңізде суретпен әдемі беріпті. Сол кездегі сұхбатта берілген сондай жылы, сондай ыстық көрінді. Енді бір алғашқы үйленген жылдарың бекен білмеймін, қашан берілген. Жалпы одан кейін де талай енді өміріңде өзгерістер болды ғой. Сол өзгерістер өзіңе не үйретті жалпы? Көп нәрсе үйретті. Өмірдің тек бір бағытпен ғана жүрмейтінін, өмір деген ақ пен қара, жақсы мен жаман деген сияқты нәрселерден тұратын сияқты, өміріңде қайғы мен қуанышта қатар жүретін ұқтырды. Біраз есейдім, біраз жақсы сөйлеуге өз-өзімді тәрбиелеп жүрмін. Сөз деген дұға дейді ғой. Сондай көп жағынан енді өзімді жақсы жағынан тәрбиелеп жатырмын. Көп нәрсе үйретті. Кейде адамдардың жолы жаңа бірге басталады да, бір сәтте үзіліп кетуі мүмкін. Жалпы ондай шешімдерді қабылдауға не түрткі болды? Ондай шешімді қабылдауға көп нәрсе, бірақ нәрсе түрткі болды деп айтпайды. Көп нәрсе ғой. Жаңағы енді көріп отқан көз қырағы көрермен жүректері, іштері біліп сезіп отыр ғой. Айтады ғой жаңағы екі жақтан болады деп. Жаңағы десе шапалақ шығады дауыс. Былай не дейді, сондай бір мысалдар бар ғой. Сол сияқты менен де қателік бар шығар, ода да қателік бар шығар. Мен енді оны жарияға жасалып, үйтті маған кезінде, маған бүйтті деп өйтіп айта алмаймын. Бірақ ол нәрселердің бәрін үйткен нәрселердің біразын ұмытып қалдым енді. Мен ана өткен нәрселерді қазбалап, сол өткенмен өмір сүргім келмейді. Өйткені болашақ деген бір қызық та, алда не күтіп тұр екен. Өткенді көріп тастадым, ол несі қызық ол. Я өтті, кетті, жақсы да кез болды, жаман да кез болды деген сияқты. Болашақ қызық. Алдыға қарай жылжып, ертеңгі күнім қандай болар екен, Алла сәтін сала көр деген сияқты құлшыныспен, арманмен, қиялмен бастайсың да. Ал өткеннің бәрі ол өтіп кеткен көргенсің. Оған қайтадан сол неге барып. Арманың туралы айтып берші. Не армандайды Гүлнұр? Арман деген көп қой. Арман таусылған ба адамда? Арман деген бірақ нәрсе емес қой. Осыны ғана армандайым болды деген. Арман деген балашағыңның амандығы, арман деген өзіңнің денің сау болып шапқылап жүргенің, арман деген ең бастысы Алла өмір беріп, сол өмірді абыроймен сүріп, абыроймен аяқтау сияқты арманым. Оның ортасында енді көп қой армандар. Ең бастысы сол. Жаңағы керемет машина армандамайсың, Lamborghini сияқты. Ол кірді ғой жаңағының ішіне. Оны атамадың ма деген? Олар деген жаңағы ортасындағы нәрселердің ішіне кірді ғой. Анау дегендер көп қой. Оның қайсыбіріне мен мына жерде тағы бір сағат арнайсың мен армандарымның ішіне. Жалпы қазіргі жағдайың жақсы ма? Қазіргі жағдайым. Әлеуметтік жағдайың қамтылған ба? Әлеуметтік жағдайым қатты маңызды ма десең? Әлеуметтік жағдайым ондай қатты. Жоқ, енді сен сияқты осы Жетісуға бір жерге соншама уақыт
энергиясын арнап, өнерін арнап жүрген адамға енді жағдай жасаған шығар жергілікті билік деген. Ол қызық болу керек деп ойлаймын. Оны журналист қою керек деп ойлаймын. Енді бір бөлмелі үйім бар. Қазір шүкір сол жерде тұрып жатырмын үш қызыммен. Мені қолдап, мені осы кішкене есін жинап алсыншы, қайғырып жүр ғой, андай ішіне ішқұса болып қалмасын деп, ағам келді қасыма. Бала шағасы мен десем. Бір бөлмеде бәріміз тұрып жатырмыз, маған ұнап жүр сондай. Мен осылай емін-еркін жүруіме көмегін тигізіп жатыр. Алдағы нәрсені Аллаға тапсырдық. Алла өзі ниетімізге қарай, көңілімізге қарай бере жатар. Ол кісінің де 3 баласы бар. Одан ең үлкен ағамның үлкен ұлын әдемі ән айтады да. Содан мен қоярда қоймай, мына жаққа бізге дәстүрлі ән бөліміне оқуға түсірдік та. Сояққа кесіне осыдан 2 жыл бұрын ғой, ол кезде мамам бар, мен бар. Сөйтіп, ол бар қасымызда. Примерно санын біліп тұрған шығарсын. Бір бөлмеде де қанша адам тұрамыз. Шүкір Аллаға. Көңіл сыйса бәрі сият. Ең басты материалдық жағдай емес, ішкі жан күйдің қалыпты, тұрақты болғаны. Енді алдағы ең маңызды сәтім осы шығармашылық концертімді жақсылап өткізіп алсам, бірыңғайы болар көре жатармыз. Бірақ енді менің дәл осы 15 күннің шамасында басқа бір деңгейлер ойлауға энергиям да жетпей жатыр, мүмкіндігім де болмай тұр да. Енді алдағыны Алла өзі біледі. Жақсы. Жаңа енді концерттің де атауы анамның жаққан ошағы, жалпы анаңызға деген махаббатты, жаңа сағынышты көріп отырмыз ғой. Енді әлі де қазір қайғы үстіндесің. Негізі анаңның орындалмай кеткен арманы бар ма? Не армандаушы еді? Анамның орындалмай кеткен арманы өзінің әкесінің басына барып бір уыс топырақ салу еді. Бұны айтпай қоям ба деп ойлап едім. Мен сен сұрағынан кейін айтайын. 2004 жылы Орынбордың қызы ғой, негізі Орынборда туған. Әкесі қайтқаннан кейін, 6 жасында әкесі қайтқаннан кейін Қызылордаға алып келген нағашылары. Енді ол жерде не болған, не қойған мен білмеймін. Менің естігенім бойынша солай әкелген. Әкелгеннен кейін қаталмасып тұрған ба шешесі, мамамның шешесін айтам. Әлде ол кісілер келген ба білмеймін, мамамның қолына бір жапырақ сурет түседі. Сүндетхан Балжан деген. Сол кейіннен мен енді бой жетіп келе жатқанда 18 жасымда маған мектеп бітіргеннен кейін бірінші курстарда ма солай айтты. Мен негізі сол Жағалбайлының қызымын, Оралда дүниеге келгенмін. Мынау деген менің ағам болып келеді, бірақ білмейді қандай ағасы екенінше. Артына жазып қойған Сүндетхан, алдында кішкентай қыз отыр, Балжан деген. Содан ал енді мамамның айтуы бойынша, одан мен білмеймін ғой, мамамның жаңа төлқұжаттарында ұстап көрмеген деп қарасам, шынымен де Орынбор жаңағы Россияда толған бәрі жазылып тұр да. Сол бойынша туу туралы куәлік бар ғой, ескі бұрынғы. Сол жерде қай жерде туылған, қалай не істеген, Орынбор, Оренбургский область, Адамовский район, Кайындыкумак село деп сондайлар бәрі жазылып тұр. Содан сол бойынша мен 2004 жылы бармысың бауырымға хат жазып, сурет салам. Өзімде 2004-те бірақ түйір сурет сол. Ал енді ана суретті қайттан аламай қалам. О жақтан маған кері байланыс болған жоқ, бармысың бауырымнан. Сонымен сөйтіп жүргенде жарайды, сол хатты қайтадан орысшалап жазып 2017 жылы Ждеминияға жібереміз. Бірақ суретсіз, бүкіл жаңағы не бойынша? Ақпарат бойынша. Сөйтіп жүргенде мамам қайтыс болды, ара-тұра айтып қоямыз. Сөйтіп мамам өз нағашыларының қолында өскен, бірақ сол үйдің қызымын деп өскен. Мен өзім солай ойлағам, мен сол анау әкесі, анау шешесі деп жеңгелерін, ағаларын сөйтіп жүргенмін ғой, ата, әже деп ол кісілерді. Сөйтіп мама қайтқанда бәріміз қатты есеңгіреп қалдық. Мен сөйтіп ауылдан жаңа жетілегін өткізіп, енді қайтадан балаларын сабаққа беретін уақыт болып қалды. Талдықорғанға келгеннен кейін, 10 күннен кейін Ждеминиядан хабарласып тұр. Осындай істер, осындай кісіні іздедіңіздер ма? Ал енді ана жерде отырып алып жылайық.
сөйтіп номер алмастық, номерін берді. Сөйтсек ол кісілер мамамның туған бауырлары болып шықты ғой. Сүндетқан деген суреттегі кісі бар ғой, соның туған балалары екен. Сен кездесің ғой деймін, ол кісі, содан кейін ол кісілер қырқындағы уақытын айттық. Ол кісілер Сүндетқан ағашымның, мамамның ағасы, Сүндетқан деген сол кісінің баласы. Жәдігер деген ағашымыз келді әйелімен, бөлеміз келді, Серік деген әйелімен. Сөйтіп ана жерде кино болдық. Сөйтіп 10 күн деген, енді былай қанша 2004 есептемей қойғанда 2017 жылдан бері есептесеңіз, ойбай, бір 8-9 жылдың шамасы ғой енді. Сонша жыл ешқандай тырс еткен хабар болмай, анам қайтқаннан кейін 10 күннен кейін сондай жағдай болғаны қатты жанға батты. Бәріміз жыладық, біресе қуанып күлеміз, біресе жылаймыз. Қайғының арты жақсы болсын, қуаныш болсын дейтін де содан бекен. Нағашыларымыз келіп, қайта-қайта ана кісілерді жібергіміз келмейді, құшақтаймыз бар. Қызығынандай. Сол нағашым келді ғой, келгеннен кейін мамамның басына бара жаттық. Жаңағы мен қасымдағы ағам машина жүргізіп келе жатты. Мен қасымда, нағашым мына жағымда сіңілім отырды. Қараш, ана нағашымның қолын қараш. Ай, маған ана Қалаудың қолды да, Қалаубек деген ағам ғой. Шын бүйтіп мән беріп қарап қалсам, айнымайды ғана. Саусақтар қысқа-қысқа. Үйде үлкен әпкем, сосын мен, сосын жаңа Қалаубек деген ағам, үшеуміздің бойымыз кішкентай, осындай саусақтарымыз қысқа-қысқа. Маған бәрі көбісі тиіседі, осы саусағың қысқа, соны қалай баян ойнайсың, қалай гитара ойнайсың, домбыра ойнайсың деп ше. Сол жаңа нағашымызға тартқан екенбіз біз. Қалғандары бойлары ұзын-ұзын кәдімгі папамызға тартқан. Соны күлеміз, шынымен қан деген тартпай қоймайды екен ғой деп. Қатты қуандық нағашымыздың келіп. Бірақ сол орындалмай қалған арманы бауырларымен қауышу. Бауырларымен қауыша алмады. Ол жақта бауырлар бар жоқ екенін де білмеді ғой. Біздің қателігіміз сол тәуекел етіп, сол бүкіл жаңағы ақпараттың бәрі тұрда. Біз ол жақта ешкім жоқ шығар, күдік та. Үлкендердің бәрі қайтып кеткен шығар. Біз барғанда сандалып қалатын шығармыз ол жақта деген сияқты. Мамам өзі сөйтіп күдіктеніп тұрғаннан кейін бізде құлшынып ол жаққа барайық деп айта алмадық. Бірақ бару керек еді деп ғана жүрдік. Бір уыс топырақ салуды армандады әкесінің басына барып. Әкесі сол жақта қалған, иә. Өнер жолында қандай да бір ұстаным бар ма? Мысалы, тек қана қазақша ән айтамын деген сияқты. Өнер жолындағы ұстаным менің халыққа сапалы ән тыңдауға мүмкіндік жасау ғой. Мендегі бар ұстаным сол. Енді мен өлеңдерді талғап оқимын. Жаңағы сөзі жақсы болу керек. Сөзі жақсы болу керек. Айтқанда әні ыңғайлы, мән мағыналы болу керек. Сондай да. Мен өзіме қоятын талабым сондай. Сен әндеріңді былай байқап отырсаң, өміріңнің әр кезеңіне байланысты тақырып ауысып отқан сияқты. Құбылып, сөйтіп. Мысалы, алғашқы әнің бойдақ болған кезде, анау жалғыздық, қол жетпесім деген сияқты әндер. Одан кейін жаңа сен үшін келген қала, шағала мұң деген сияқты бір лирикалық әндерім бар екен. Енді бұл әндердің жылдары әртүрлі. Әртүрлі андай. Хронологиясын мен нақты білмеймін. Жалпы мен әнді тыңдап көрдім да, мүмкін өзім сөйтіп фантазия жасаған солай сияқтысына. Бірақ маған мына сен үшін келген қала бір кісіге арналған ба деп ойлап қалдым. Сен үшін келген қала деген ән. Оны ақыннан сұрау керек. Ақыны ол біледі, кімге арнаған, кімге қойған, қай қаладан қай қалаға кетіп баратқан, бәрін мөлдір айтпай деген қыз. Ол сұхбат берсе, ол кімге арналғанда мүмкін айтып беретін шығар десе. Бұл ән негізі басқа сөзде болған. Содан басқа сөз болғанда ол кішкене енді өзімнің андай өтірік бір ұйқастырып қоятын сөздер болады. Әуен әдем болып тұрады да, сонымен бір тығып қойған ән болған. Бір жақсы, бір дүние жолғар деген сияқты. Сөйтіп ана әнге айтып көрсем, тура сол әннің несі сияқты құйып қойғандай солай шыға қалды. Негізі осыған қатысты сұрақ. Негізі
бұл жағдайда енді өлең бірінші, өлеңге қарай ән жазып тұрсыз ғой. Негізі көп жағдайда сіз әнді қалай жазасыз? Бірінші сөзін іздеп тауып аласыз ба, әлде ән жазып алып сөзін іздеп жүресіз бе? Әртүрлі. Бірінші ең алғаш шыққан әнім қол жетпесім ғой. 2005 жылы жаздым. 20 жыл болыпты десе. 2005-те ма? Иә. Мен оны 2014-те. Сол кезде хит болды, иә? Сол кезде хит болды. 2005 жылы шыққан ән. Ең алғаш шығарған әнім. Жаңа тұңғышым деп айтама қалай? Солай. Сода ол бірінші әуен болып, ән болып шықты да, оны мен гитарамен, фортепианомен театрда жұмыс істеймін өзі. Театрда бүкіл достарым бәрі жаттап алған. Сөзсіз жаттап алған андай. Мәтінсіз. Содан бір күні театрға Иранғайбаға келді. Қызылордада театрда. Бекежановта, иә? Иә. Содан ана кісіге айтып берді, менің бір достарыма. Мынау деген керемет ән екен ғой деді да. Сол моментте жаңағы әнді шығарып берді. Содан солай мен айтып кетті. Иә, солай мен айтып жүрміз енді. Ол 2 шумақ болған басында. 2015 жылы Мейрамбек аға өзі барыпты, жаңағы Иранғайып ағаға. Содан 3-ші шумақты қостырыпты. Сондай несі бар. Ән деген әртүрлі жағдай туады. Мәселен, өмір көңіл деген ән жаздым. Былтыр осы концертке дайындалып жүрген сәтте. Өмір көңіл нәнәні деймін, бірақ не екен білмеймін, андай көңілді айтам. Өмірді қиындатпайықшы, өмір деген өзің қалайсың, өмір солай деген сияқты бірдеңе айтқым келеді да. Ақындық жоқ қой менде, бірақ деп айтам. Соны енді Мұнайдар аға сондай мына жерден мынандай сөз, өмір көңіл мындай деп бәрін түсіндіріп айтам да. Ол кісі мені кәдімгідей 100% түсініп, мен не айтқым келіп тұрғанын ана жерде жазып береді, Құдай қаласа сол ән орындалып. Бұл мотивациялық ән екен ғой бүгінгі тілмен айтқанда. Иә. Сондай енді әртүрлі болады. Тағы бір қызық жағдай. Мен бір күні неге бардым? Құдалыққа бардым. Кәдімгідей дайындалып, көңілденіп, қазір жоқ дегенде бір 5-6 ән айтамын деген өзі болады ғой, примерно құдалықтарда сондай енді 5-6 ән айтасың, кейде 10 ән айтасың. Сөйтіп дайындалып сөйтіп барсам, 2 ән айтқызды да, болды, рахмет, сізге керемет ғой деп өздері андай асығыс болды ма екен, білмеймін, сөйтіп шығарып салды. Қолымда гитара, жаздың уақыты. Қараталда тұратын. Қараталдың ол кезде андай темір жоқ. Қаратал өзеніне бүйтіп түсіп, жиегінде отыра беретін кез ғой. Гитарамды алып алдым да. Қараталдың жағасы, Талдықорған нәнәна деп, ана Қараталдың ағып атқанына сүйсініп, сөйтіп айттым да. Содан Сағи деген жас ақын жігіт енді, ол кезде тіптен жас болды, менен кішкентай інім ғой. Сонымен шақырып алып, екеуміз бір жерде шай ішіп отырып, әнді айтып берсем, әпкен күштен болады деп, ол да сол моментте жазып бере қойып. Сөйт Талдықорған деген әнім солай шыққан. Әр кезде әртүрлі шығады ән. Жоқ ол кім не деген әнде, жалғыздық деген әнде. Ол да мен прям осында жалғыздық туралы жазайыншы. Деп жазған жоқпын да. Қалқаман аға енді сол ана әндерімді көріп, Фейсбуктан сөйтіп жүрді ғой. Сол жылдар, бұл 2015 жыл шыққан ән жалғыздық деген. Сөйтіп өзі хабарласты Қалқаман аға. Гүлнұр қарындасым айналайын, әндерің әдемі, не істесе, менде бір әніңе өлең жазайын деді. Жарайды аға, мақұл деп сөйтіп қоя салдым, сол сөйлестім. Сол кейін ана ән шыққаннан кейін, аға ән шықты, осыған әдемі сөз жазып бересіз бе десем, бір жарты сағаттың көлемінде ана әнде, жош кеттің, сенің де әнің айтсам құйылып тұр, бірақ ше, аға жалғыздық деген қалай біртүрлі ғой дедім да. Сөйтсем айтады, адамдардың бәрі жалғыз іште. Өмірге жалғыз келесің, жалғыз кетесің. Ол әке, шеше, бауыр, күйеу, әйел деген, ол кәдімгі сенің жан күйіңді, сыртқы сенің мәселен жылап тұрғаныңды, бірдеңеңді түсінуі мүмкін, бірақ сен бәрібір іште барлық адам сондай. Одан сен қорықпа деп кәдімгі әңгімесін айтып, солай екен ау деп. Сөйтіп сол әнді солай Жаңабай Өтегеновпен айтып, ол біраз таралып, сол арқылы біраз таныс таптың ғой сол ән арқылы. Тамаша. Жақсы тандем болды деңізші, қалқамынан? Иә. Соны ешқандай да оның жалғыздықтан сен қорықпа деп, маған кәдімгідей, жарайды. Бірақ ана айтқан кезде, не деген ән деп көп кісілер жазды енді сол уақытта, 2015, бір 10 жылдан басыпты ғой. Биыл сенің шығармашылығыңда үлкен жаңалық, бір шығармашылықтың
шырқау шыңына шығып жатқан сияқтысың меніңше. Мына Бекен Римовада қойған Қозы көрпеш Баян сұлу спектакліне жазған музыкаң, иә? Спектакльге музыка жазуда нені ескердің, қалай дайындалдың? Жалпы спектакльге музыка жазу оңай ма екен, қиын ба екен, ол қалай, сол туралы айтсаң? Көктемде басталды. Осы тақырып көктем болғанда, сол көктем жазға алған уақытта. Болат Ұзақов деген режиссер маған хабарласты. Осындай Қозы көрпеш Баян сұлуды қояқ деп жатырмыз. Бекен Римованың биыл 50 жылдығы, және осы театр осыдан 50 жыл бұрын осы сахнаны Қозы көрпеш Баян сұлумен ашқан деп. Соны жаңғыртайық деген ниетпен деді. Жарайды, енді соған бізде мынандай ұсыныс, сіз осыған ән жазсаңыз деді. Деп сын айттым. Аға, сіз маған кәдімгі сеніп тұрсыз ба десем, дедім ше. Иә, сеніп тұрмын деді. Ана кісінің кәдімгі маған ықыласты болып, сөйтіне қалған шабыт берді. Бағытын былай іздедік. Мен неше түрлі әндер жүрдім. Мен әуелі ағадан пьесаны сұрадым. Жыры бар оның, жырын оқыдым, пьесаны оқыдым. Содан аға айтады, анау артқы заманға кетеді, дейтін, өз ақан серілерден де әр сақ дәуірі ма, қалай деп айтады? Бұл бақсылық не бар? Иә, сол жаққа кетейік дейді. Сол жаққа кетейік дейді. Сондай сияқты бірдеңелер айтсам, ол жерде ертеңгі фестивальде басқа да елдің театрлар келеді, сол кезде ана басқа сақаларымен бізді шатастырып алуы мүмкін. Қайтайық бері қарай кішкене, ана ақан сері, Біржан Сал, абайларын дәуіріндегі сол сәттердегі сол маңға жақынға әуенге келейік деді. Жарайды деп, оны қайтадан бұл спектакльге ән жазу деген өте оңай болған жоқ. Күнде аға айтады маған, жақындап атсын дейді да. Болат Ұзақова, осы неден шығып кетпеш дейді, осы состояниеден шығып кетпе дейді да. Мен жаңағы бала-шағаның қамымен бір сені Оралға кетем, тойға бір жаққа кетем, сөйтіп жүргенде ана кісі, я біліп тұрмын, осы неден шығып қалмаш деп. Әйтеуір соңында осы әнді жаздық. Қозы мен Баян ән жаздық. Одан кейін жаңағы Қодардың әнін жаздым. Қодардың ана ыза, кек, ашу, намыс болады ғой бір адамда. Соны іштегі несін бүйтіп жарып шығатындай. Соны барынша беруге тырыстым. Басында бір әуен көрсетіп едім, ол кішкене андай сағыныш сияқты болып кетті деді. Енді қалай енді? Сондай ыза, кек, намыс, ашу, сондай болу керек ана деп. Содан сөйтіп Қодардың ән жаздым. Мынау деген керемет. Сол әндер орындалды. Басында, спектакль басында мен өзім даусыммен бір спектакльді шымылдырға ашылады ғой, сондаймен мен әуен жазып бердім. Сол бәрін ана спектакльге қосқанда барлығы сол менің әндеріммен өріліп отырды жаңа қойылым. Сондай қатты қуандым. Бармайым деп ойлағам спектакльдің несіне, жаңа ашылуына, фестивальдің ашылуына. Осы жаққа келіп мамам қайтқаннан кейін бейшенбілік деп айтады, жетілігін өткізіп, осы жақтағы дос-жаран, солар аға әпкелерім келіп көңіл білдіреміз дегенде мен жаңа айтып отырмын, бір бөлмеймін, кімдікі шақырып кімді не қыла алам. Сонымен бір асханада солай жасаған кезде Болат аға да сол жерде тұрып өзінің ілтипатын білдіріп айтты, жақында міне 1-2 күн қалды болатынына деп. Содан өзі арнайы маған шақыру келеді, жіберіп шақырды. Кел спектакльге, сенің аты-жөнің бәрі жазылып тұр, сен сахнаға шақырады. Жоқ аға, барамын. Өйтіп қайғырып жата беруге болмайды деп кішкене көңілің бөлінеді. Ал енді бардым, соңында шығарды композиторы Гүлнұр Нұрасыл деп. Сахнаға шығып алып, ана жерде өз-өзім тоқтата алмаймын. Осы жерде мамам отыратын рет еді ғой. Мен машина ішіне кіріп алып жаңағы әнді жазам, домбырамен іздеймін. Осы үйде отырып жазған кезде, осы спектакльдің осы әнді шығуына кәдімгідей мамам деген таудай еңбек сіңірді. Балаларды жағдай жасады.
сөйтіп мына жерде ана жерде мамам отыру керек еді ғой деген сияқты бір іште не болды ма екен білмеймін, әлде қандай эмоция болғанмен әйтеуір араласып жатқан эмоция болды, көзім жасын тоқтата алмай жатырмын, сондай бір дүние болды. Бірақ енді халық сонда риза болып қошеметін білдіріп, ол жерде сахнада, залда сол спектакльді көріп жатқан Асанәлі Әшімов, жаңағы Досқан Жолжақсыны бәрі енді көріп жатыр. Егер музыкасын кім жазғанына қатты мән беретін болса, мүмкін беріп жатқан шығар. Ана жерде өзіміздің театрдың актерлары, актрисалары қайта-қайта келіп, әрқайсысы құшақтап, бетімен сүйіп, жақсы керемет болды бірдеңе деп, сол сәтте көре алмай қалғандары көңіл айтып. Сон өзім де қатты қуандым сол спектакль солай болып шыққанына. Өнерің жалпы қаржылай қаншалықты бағаланады? Қаржылай табысына көңілің тола ма жалпы? Табысыма көңілім толмайды, өйткені мен сондай мынандай гонорармен шығамын деп айта алмаймын. Қазіргі дәл осы біздің сәтте сенің жақсы гонорармен шығуың үшін, айттым ғой, бет-жүзің танымал болу керек. Ол сенің әнің қандай маңызды емес, ал шын өнерді бағалайтындар, осы менде 12 000 ғана подписчигім барды. Солар өздері сізді осындай күні, осындай тойға шақырайық деп едік, боссыз ба деп өздері хабарласқан. Олар менің шынайы өнерімді бағалайтын тыңдармандар да. Ал енді ол кісілерге өзімнің енді мынандай таудай баға айтпаймын, өйткені ол кісілердің де мен сияқты қарапайым қоңыр күй кешіп жатқанын сезем, білем, өйткені парақшасын бір ақтарып шығамын ғой. Сосын барып баға айтасың. Содан кейін енді мынандайға шығам деп айта алмаймын. Егер мен сондай бағаға шықсам, гонорарымның примерно қандай екенін біліп тұрған шығарсың, бір бөлмелі үйде тұрамын, ол үйде қаншама жан тұрамыз деген сияқты. Құдай қаласа барлығы жақсы болады деп сенемін. Қанша ақша табасың жалпы айына? Айына. Филармониядан қанша аласың? Филармониядан Тойдан қанша аласың деп бәрін санап отырсаң. Филармонияның айына белгілі ғой. Қанша төлейді? 250-260 ғана ғой. Одан бөлек, филармониядан бөлек той жақсы. Мен тойдағы тапқанымды жартысын жаңа тамақ бірдеңеге жұмсасам, кредит анау-мынауға, тойдан тапқан жартысын әнге деймін. Сөйтем да аранжировка жаздырам. Маған ешкім аранжировкаға бүйтіп жаңа жұмыстан бүйтіп көмек не қылмайды. Мен аранжировкаға өзім бәрін енді ол маған өзіме керек. Өзім сол ісімнен өзім ләззат алам ба, қалай, солай. Ана, мәселе екіқабат болып жүрген кезде, деп сағынасың ғой, мына баланың түрі қалай болады екен, мына баланың шашы қандай болады екен, көзі қандай болады екен деген сияқты, ана ән шығады ғой. Содан кейін аранжировкаға бергеннен кейін, аранжировкадан алғаннан кейінгі сәтті күтемін да, андай азарт дей ма, не дейді ондай. Сондай болады да, ана ән аранжировка беремін да, қандай болады екен, ана жері қандай болады екен деп сондай күй. Енді білмеймін, енді ол менікі қатты қиялилық па. Сен былай алғанда ләззатына батасында ақша жағын, жаңа материалдық жағдайға онша мән бермейтін сияқтысың. Оны монетизациялау керек меніңше. Керек, иә. Ал енді Гүлнұр, қысқа сұрақтар қояйын, соған қысқа нелер. Қысқа сұрақ дегенде сұрақ жауап болсын, иә. Егер сені джунглиге апарып тастаса, ән айтып ақша таба аласың ба? Джунглиде мені кім тыңдайды? Маймылдар десең. Бір ән жазу үшін саған бірдеңе жетпей тұрса, не істер едің? Бір ән жазу үшін маған тапсырыс па, ол не ол? Жоқ, бір нәрсе жетпей тұрса, мысалы, көңіл күй жетіспей тұруы мүмкін, кофе ішіп аласың ба деген сияқты. Жоқ, қарапайым бір. Не істейтін едің? Күлдірдім ғой деп. Бір әнді бір әнді жазу үшін саған бір нәрсе жетіспей тұрса, сен не істейсің, оның орнын толтыру үшін? Сол жетіспей тұрған нәрсені іздеп тауып, соны жетістіремін. Жоқ, бұл ана көңіл күй байланысты ол. Бұл сұрақ, бұның мәні мұндай. Сұрақ. Көңіл күйім көтерем ба? Мүмкін сен, мысалы, ән жазғың кеп тұр ма, келейін деп тұр, бірақ... Жоғы, мен көңіл күйім болмай тұрған кезде ән жазғың келейін деп тұрмайды ол. Қалай төгіледі сонда? Ол көңіл күйім күшті болып жүрген кезде
бір көңіл күйім күшті болғанда мен қиялданамын ғой, короче, андай бір басқа әлемге барып келген сияқты ұшам да, сол кезде жаңағы келетін кезекте тұрған әндер келе береді. Я патриоттық болады, ол ана туралы болады, я бала туралы. Сондай ол. Бірден төгіле салады ғой. Иә, сөйтеді. Сен өзің қинамайсың ғой. Не қалай қинам? Қинасаң да, ойты қинап та көрін, қинағаннан ден дұрыс бірдеңе шықпайды. Оны бәрібір әшейін диктофон толтырып тұрады, оны алам да, өзіме ұнамай ма, бірден сол сәтте өшіріп тастаймын. Ең шынайы жазған әнің қайсы деп ойлайсың? Ең шынайы жазған ән, барлығы шынайы жазылған ән. Ең ішінде сол есімде қалғаны, анам жаққан ошағы дедім ғой. 3 шумақ бір қайырма солай жазып берген Мұнайдар аға. Кәдімгі өзгертіп бірдеңе деген жоқ. Анам жаққан ошағы, бірінші шумақ, қайырма, екінші шумақ, үшінші қайырма, үшінші шумақ деп жазған. Ананы қолыма домбырамен шыққан ән, қолыма домбыраны алдым да, өмірдің жолын өткерген көктеме көзін деп бүкілін бәрін ана әнді ұмытып қалмай, сол кездегі сол әнді солай шығарғаныма мен әлі күнге дейін өзім таңғаламын. Солай жүректен бірден құйылып түсті да, содан кейін де шығар бірден халықтың жүрегінен орын алғаны деп те ойлаймын. Енді әр бала сияқты әртүрлі мінезбен, әртүрлі характермен дүниеге келеді ғой. Ең алғаш жазған әнің есіңде ме? Ең алғаш жазған ән қол жетпесін? Қол жетпесін ба? 2005-те? Ән жазуға себеп болған махаббат бар ма өміріңде? Ондай жоқ. Мынаған арнаба деп басым кетті ән жаздым дейтін. Өмірің баллада ма, поп па, хит па? Өмірім ба? Өмірім хит. Қара, ән айтып сахнаға шығасың ғой. Соны сахнадан түскенде ең бірінші не істейсің? Микрофонды берем, жаңа микрофон ұстайтын кісіге. Су ішесің ба барып? Егер өзіңе ән арнасаң, ол қандай ән болар еді? Өзіме ән арнасам ба? Арнадым ғой өмір көңіл деген әнді. Сол маған солай, енді солай шығар деп ойлаймын енді. Құпия хоббиің бар ма? Жұрт білмейтін. Құпия емес ау, тігін тігем, оны бағдарламаларда айтқам жаңағы. Мына жерде айтпадың ғой. Енді тігін тігетінім бар деп айтты. Тігін тігетінім бар. Мамам солай тігін тіккен. Жаңа қалай қию керек, қалай не істеу керек, бәрін енді мамамнан үйрендім. Хоббим, егер қолым бос болып, жаңағы шығармашылығым ойдағыдай, бала шағам жай болып тұрса, торт пісіріп, сондай нәрселерді істегім келеді. Бірақ енді дәл қазір тігінді де тікпеймін, өзіме солай не бердім. Өткен мен тігінші емеспін да, андай вау деп тігін тігу үшін сондай болуың керек. Өзің жыртығың тігейін десең, қазір жыртық киім кимейсің. Түймеңді енді, түймен қадайсың, андай-мындай майда-шүйде сондай нәрсе ғой. Сол үшін де маған тігін тігуге деген аса бір қажеттілік жоқ болып тұр да қазір. Басты назарды өнерге бір жүрдім да, әнге. Егер хоббиім сосын актриса болып киноларға түсу, жаңағы поэзия оқу, өлеңдер ше, сондайлар ғой. Өйткені сол актрисалықтан басталды, иә? Өнер жолың. Ең соңғы рет жүрегіңді не жаралады? Соңғы рет сол анамның қайтқаны ғой. Жүрегімді кәдімгідей тілім қылып, ойда жоқта болмаған аласапыран күй кешіп сондай болдым енді. Сол кезде қазада болған менің жақындарым көрді, қандай күйде болғанымды. Осы Талдықорғанда қайтты ғой, Талдықорғаннан Қызылордаға дейін апардық, папамның қасында қазір, сол жерге жерледік. Сонда апара жатқанда жолмен бардық. Біз өзіміздің машинамен шықтық, сонша бала шағаны тиеп алып, сосын бір газельмен маманы апардық. Сол кезде жол бойымен былай жылап бардым. Көзімнен жас ағады, тістеніп, даусын шығарамай, өйткені қорқып кетеді балалар. Кішкентай қызым оянып кеткен сәтте қарап қалады, жылап жатқанын көріп қалады да, бас бармағымен былай көзін осылай сүртетті. Қатты қиын болды. Барғаннан кейін де сол енді алдынан ағап келерін шығып жатқанда даусым шығарып жылай алмадым. Андай ішімде қатты қалмай, мен тістеніп жылайын деймін, жылай алмаймын, даусым шықпайды. Сөйтіп үйге кірдім, үйге кіргеннен кейін құшақтап, мен жылап жатыр бәрі өкіріп. Ең үлкен әпкем құшақтады әуелі. Сол кезде арқамнан бір тәтем ба, көрші апама білмеймін, біреу ұрып жіберді ше, шығар даусыңды, ішіңе сақтама деп.
содан өкіріп жыладым. Сосын сол ертесіне намаз шыққанға дейін ұйықтамай кәдімгі сандырақтағанмын ғой, былайша айтқанда. Жаңағы ауылдағы әпкелеріме, тәтелеріме, жеңгелеріме бір назым бекен білмеймін, әлде ұрсыңқыраған сияқты қылып айтқам да. Қазақтың әйелдері неге сондайсыңдар сендер, өздеріңе неге бір уақыт қарамайсыңдар? Бала, бай, жаңағы барған жері ғой енді, байының туысқандарының көңілінен шығу, байының көңілінен шығу, балаларын өмір бақи, баласының алы 50-60-ға кетсе де, ана жер қайтты қалдына бет. Енді менде анам ғой, мүмкін менде сондай болатын шығар, бірақ сен егерде өзіңді ұмытып кетсең, бір бала бұлай болады, бір бала бұлай болады. Ол қашанғы саған қарамайды ғой, енді бұлай ауырып жатты, неше түрлі өмірде жағдайлар болып жатыр ғой. Адам деген сол әуелі мамам да сөйтіп күйеуінің жағдайын жасады. Кеше өзі қайтарға дейін шалым, күйеуім, Түрсекең, папаң сөйткен деп әрбір дастарханда Құран оқытып күйеуіне, әрбір дастарханда еске алып отыратын да. Енді одан біз де жаман болған жоқпыз, папамызды тауға бағалап, керемет деп, мен мейірімге сондай тойып өскен балам да. Бірақ неге есейіп кеткен балаларын ойлай береді, неге уайымшыл болды екен, аналардың бәрі сондай ғой, тым өзіне кейде мынандай болады. Өзінің пенсиясын, несін бәрін жаңағы сол қара шаңыраққа, ана жерін жөндетуге, мына жерін жөндетуге, бірдеңелерге жұмсайды да. Өзіне келгенде, бір әдемі киім алуға қимай қалады. Сондай ғой, аналардың көбісі сондай баласының бір жағына шығысып тұрады. Неге сондай болды екен деп, сөйтпеңдерші, бүйтпеңдер, неге өздеріне қарамайсың? Жылап, соны айтып, намазы болғаннан кейін, енді кісі аяғы тарқағаннан кейін кішкене өзіміз болып отырып қалғанда, папамның інісінің қызы ғой, әпкем. Жер жебірімізге жеттің ғой, әбден ұрыстың ғой бізге дейді. Бірақ есімді білетін сияқтын айтып отқаны, бір қарасам білмеймін, бір қарасам білемін, бір қарасам білмеймін, не айтып отқаны. Просто мамамнан көрдім да, ол не, ол аяғы қақсайды. Ол неге аяқ қақсайды? Өйткені қыстың күні киіз басқан сол заманда, бала шағасын бір жағына шығу үшін неше түрлі жағдайлар жасаған, денсаулығын күтуге мүмкіндігі болмай қалған. Сондай нәрселерді әйтпесе балалары да сол мама құрлы тауып жатыр ақшаны. Айту керек. Мынандай маған санаторияға баруға маған бер ақша. Бер. Болмаса сөйтіп сұраса баласы әйтеуір жақсырақ, одан да көбірек талпынып, тауып, анасының сұрағанын тауып берер ме еді деген, енді білмеймін, мен сондай ғой, мен мамам өйтіп ана баласына андай алып бер, мына баласына андай алып бер деп ешқашан сұраған адам емес та. Алып беретін, былай да алып береді. Бірақ сөйтіп сұрай алса ғой деп ойлаймын. Соны істемейді ғой біздің қазақтың аналары. Соған мен ашынып андай айтқанда тұрмын, өздеріңе қарамайсыңдар, өздеріңе денсаулықтарын күтпейсіңдер деп. Сондай қатты қиын болды. Мүмкін қасында отырып айтсын, ішіндегісін айтсын деп. Сол мамам да сол уайым жеп кетті. Дұрыс болмады ма? Уайым ғой, сақыр деген нәрсе уайымнан туады екен да. Ол мен енді жан күйін, ішкі күйін білмеймін ғой. Уайым, ана жақтағы туысқандарына жете алмадым деп уайымдайды ма екен. Өзінің жаңағы нағашыларының қолында өсті, бірақ нағашылары битіп өсірген. Әлі күнге дейін сол нағашылары, біз нағашы деп жүрік қой, енді ол кісілерді, негізі мамам нағашылары. Сол уайым, бала шағасын уайымдайды, бәрі есейіп кеткен, бала шағасы бар, немерелері бар. Адамның жаратылысына байланысты ма деп ойлаймын мен, шынар оныншы. Мамам сондай бір уайымшыл адам болды ма екен. Сахар деген бәле, давление деген бәле сол уайымнан, өз-өзін іштейне қылғаннан келетін сияқты. Әйтпесе мамамның одан басқа алып баратқан ауру жоқ. Үлкен кісілердің бәрі аяқ қақсайды ғой. Сол аяқ қақсаған кезде бір жақсы бір санаторияларға барып, аяғын емдетіп алатындай. Бір қатты бір алып бара жатқан несі жоқ. Сол жүрегінде бір
несі болды ма екен, жаңа сағынышы болды ма екен, мен ішкі жан дүниесін білмеймін ғой енді. Былай өзінің айта алған деңгейінде айтқан нәрселері осындай. Егер шабыт адам болса, оған не айтар едің? Егер шабыт адам болса, айтам. Тек қуанған кезде ғана келмей, енді бір мұңайған сәтті де кеп тұрса деп ше. Мұңаятын өлеңдер жазғың келе ма? Мөлдір мұң деген сияқты. Енді адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін мұңаятын сәттер де болады ғой. Осы концерттің берем деген осы жақында қозғалдық қой, енді 2 айдың көлемі осы қырқынан өткізгеннен кейін кәдімгідей дайындықты бастап кеткеннен бастап мұңаю мен қуану қатар жүріп жатыр да. Мұңайған сәтте де бір келе қалғанда ғой деп ойлаймын да. Сол жаңа концертті аяқтайтын, концерт жабатын сондай бір дүние өзім іштей күтіп жүрдім да, қашан болады екен деп. Жаңа кірісінше жұмаққанамын, оны шығарып тастадым, одан кейін концерттерге барып жүрмін, кішкене көңілім бер қарап, өз-өзіме жайлап келе бастаған сәтте уже көңілден эфирге кірдім. TikTokқа. Сонда о керемет деді, содан эфирді аяқтадым да. Жаңа не деген ән? Мың алғыс саған көрермен деген ән жаздым да. Сода ертесіндегі эфирде кеше мен осындай мың алғыс саған көрермен деген ән жаздым, қазір сіздерге орындап берем деп сөйтіп жаздым. Ол енді қазір дайындық үстінде, Құдай қаласа, концертті сол әнмен халыққа деген ризашылығымды әнімен жеткізсем деген ниетпен сол ән жаздық. Біреу ренжіткен соң, соған арнап ән жазып жіберемін деген кезің болды ма? Оны қалай жазам мен оған? Көңіл күйімді түсіріп тұр ғой. Көңіл ренжітіп тұрып, көңіл күйім көтеріп тұрса, мүмкін жазуға болар ма? Ондай бола ма? Болатын шығар. Ал енді Гүлнұр, концертті жалпы қай күні болады, билеттер қаншадан сатылып жатыр, қайдан билет алады, сол туралы айта кет. Құдай қаласа, Талдықорған қаласында Бекен Рымова театрында кешкі сағат 18:30-да болады концерт. Оған жаңа айтып өттік па, біраз өнер жұлдыздары келетін. Билеттің бағасы 10 мың мен 5 мыңның аралығында. 10 мың, 8 мың, 7 мың, 6 мың, 5 мың. Олай қою себебіміз, ол жерде мен пайда табайын деген мақсат жоқ. Мен келген қонақтарымды жақсы деңгейде күтіп алып, жақсы деңгейде шығарып салғым келеді. Және қаншама костюмдер тігіліп жатыр, қанша аранжировка жасалып жатыр. Оның бәрі шығын, соның бәрін жобалап қана есептегенде, егерде зал толатын болса, мен шығынға шықпай сол концертті жабаламын. Ал егерде толмай қалса, кредит алуға тура келеді десең. Билет ал. Жоқ, солай енді, ашығы солай болып тұр. Ал енді Гүлнұр, осы студиямызға келгенде бір әдемі даусыңызды қалай естімейміз? Гитараңызды ана жақта көрмеге қойып қойғандай қоймайды. Бір әніңізді орындап жіберсеңіз. Сөйтейін. Жаңа айттым ғой, мың алғыс саған көрермен деген ән жаздым деп. Оны да әуелі ән жазып алдым да, сосын кімге Бақыт Қалибек деген әніме өлең жазып берші деп, солай. Баталарыңнан бағдарып, қошеметіңе шаттанып, әніммен шықтым алдыңа жанымның сырын ақтарып. Әніммен шықтым алдыңа жанымның сырын ақтарып. Өз жолын тауып өнерден әндетіп келем мен, жандар жастай жайдарылып. Мың алғыс саған көрермен, мың алғыс саған, мың алғыс саған, мың алғыс саған көрермен. Еуде. Тартуы болған тағдырдан, өнермен әрлі әр күнім, басымды идім баршаңа, әр қазақ менің жалғызым. Басымды идім баршаңа, әр қазақ менің жалғызым. Өз жолын тауып өнерден әндетіп келем мен, жандар жастай жайдарылып. Мың алғыс саған көрермен, мың алғыс саған, мың алғыс саған, мың алғыс саған көрермен. Мың алғыс саған.
көп рахмет Гүлнұр, өте қуаныштымын бүгінгі алғашқы сұхбатым сенімен жазып отқаныма. Саған шығармашылық табыс тілеймін, өнерің өрге жүзе берсін, алдағы уақытта болатын шығармашылық концертіңе тек сәттілік тілейміз. Халықтың ықыласына бөленіп, осындай әдемі керемет әндеріңмен қуанта бер. Рахмет. Достар, видеоны бөлсіңіздер, жақындарыңызға таратыңыздар және Гүлнұрдың концертіне келіңіздер. Все. Десең енді. 2 сағат болды ма, не болды? Қысқартасың ғой, әлде? Мә, сұмдық ай десең.